Елімізде алғаш рет волонтерлық қызмет кәсіби түрде оқытыла бастады. Нақтыласақ, Ақтаудағы университетте қоғамға қызмет деген пән енгізілді. Ол бірінші курс студенттеріне оқытылады. Ұстаздар 7 апта бойы студенттерге әлеуметтік жауапкершілікті сезінуді үйретіп, қоғамдағы қайырымдылық идеялар мен адамгершілік құндылықтарды дәріптейді. Курс студенті Біржан Елеманов қоғамға қызмет пәнін ерекше ықыласпен оқығанын айтады. Болашақ математик университет қабырғасында алған білімін қарияларға көмектесуге жұмсап жүр. Апта сайын қарттар үйіне барып, жалғызбасты ата әжелеріне қызмет етеді. Өмірдегі ұстаным еш затқа қарамау, ешқандай затқа бір аяушылық сезім танытпау деген сияқты ұстаныммен жүрдім. Бірақ осы қарттарды көрген кезде ол ұстаным 180 градусқа өзгертіп айтсақ та болады. Себебі ол кісілердің жүзінен біз күлкі сыйлаған кезде өзімізге махаббат ала отырдық. Жалпы осы орталықта біз ол кісілерге ойын ойнаттық. Оларға ең жетіспейтін зат ол әңгіме дүкен екен, өздерінің ішіндегі затты айта алмай жүр екен. Себебі қарттарды білеміз, өзінің өткенін айтқысы келеді біреуге. Сол сияқты заттарды көп білдік. Қоғамға қызмет пәні өткен жылдың 1 қыркүйегінен бастап енгізілді. Осы аралықта 1,5 мыңға жуық студент білім алып, жобаларын қорғап шықты. Кедергісіз болашақ, жүректен жүрекке, бақытты балалық шақ сынды акцияларға қатысып, жүздеген жанға қол ұшын берді. Қоғамда қайырымдылық идеяларды дәріптеу мақсатында, азаматтардың және студенттердің бастамаларын қолдау мақсатында және де адамгершілік құндылықтарды қоғамға дәріптеу мақсатында Қазақстанда жоғары оқу орындарының арасында алғашқылардың бірі болып, Қазақстан Халқы Ассамблеясы кафедрасы жанынан қоғамға қызмет орталығы ашылған болатын. Қоғамға қызмет орталығы қазіргі таңда 4 бағыт бойынша жұмыс жасайды. Бірінші бағыты әлеуметтік бағыт, одан кейінгі экологиялық бағыт және де спорттық медициналық, одан кейінгісі этно-мәдени бағыт. Ең соңғы айтылған 4-ші бағытымыз осы жылы қосылған болатын. Орталық мамандары, ғалымдар алдымен аймақтағы әлеуметтік мәселелерге зерттеу жүргізген. Жалғызбасты аналар, панасыз қарттар, жұмыссыз мүгедек жандардың тізімі жасалған. Бүгінде студенттер үкіметтік емес ұйым мүшелерімен бірлесе әлеуметтік мәселелерді шешуге кірісіп кетті. Орталық жобаларын жүзеге асыруға қол ұшын беретін 25-тен астам серіктесі бар. Қалай осы Маңғыстау өңіріндегі әлеуметтік мәселелерді шеше аламыз деген өзіндік бір қайда қарастыру басталған. Енді оны жайдан жай қарап емес, шетелдік университеттердің практикасына қараймыз. Атап айтатын болсақ, Стэнфорд университеті бар, басқа университеттер бар, Гонконгта бірнеше университеттер бар. Өзіндік бір пән енгізу арқылы студенттерді трансформациялау процесін бастаған. Ол пәнді олар өздері сервис лернинг деп атаған. Олар тәжірибесімен алмастықта 2018 жылы осы қоғамға қызмет деген жаңа міндет пәнді енгізгенбіз. Ақтаулық университеттің бастамасын қолдаған Білім және ғылым министрлігі бұл жаңашылдықты барлық жоғары оқу орындарына енгізуге ұсыныс берді. Ведомство басшыларының пайымдауынша, қоғамға қызмет пәні кәсіби волонтерлықты дамытып, елімізде еріктілер әскерін жасақтап шығаруға жол ашады. Гүлмира Әбішева, Ринат Досалиев, Ақтау хабар.